Түркістан облысы Отар ауданы Шәудір ауылы Кезбекәлі және көп атындағы нөмір 4 жалпы орта лицей-интернатының 4-ші А сынып оқушысы Саман Өткір. Абай Құнанбайұлы қараша желтоқсанмен сөйлеген. Қараша желтоқсанмен солдырғай, қыстың басы келеді бір ержан. Ерте барсам жерімді шөп қоям деп, ықтырмамен күзерде отырарбай. Кедейдің өзі жер малды бағып, отыруға отын жоқ үзбей жағып. Тоңған үйін жылытып, тонын илеп, шекпен тері қатылына бүрсе қағып. Жас тұлаға отта жоқ тұрған мазап, талтайып қақтырмай өлі жаздар. Кемпір шал бал болса қандай қиын, бір жағынан қысқанда ояздан. Қарақой еппен соған байдың үйі, қай жерінде кедейдің тұрсын күйі. Қара қидық мұртақап ұрыспай берсе, ода қылған кедейге үлкен сүйек. Қажылсыды тоңбайды бай баласы, үй жылы кейсітқан айналасы. Бай ұлына жалшы ұлы жалы ұшта. Ағып жүріп ойнақтармен көздің жасы. Бай үйіне кіре алмас тұрамтылып, бала шықса астынан үзіп жылып. Ақ жағынан сол үйдің ұзап кетпес, үйген жүктің күн жағын орын қылып. Әкесі мен шешесі балананды, ода өзінде ит болсын азғыр-азғыр. Асын жөндеп іше алмай қысылады, құрбысынан ұялып өшін жалбыр. Жалшы үйіне жанасып ас бермес бай. Артықша қызмет көрей. Байдан ер, жалшыдан кейінгі жоқ. Аңдыстырған екеуін құдайым-ай. Алса да аялыштан кедей сорлы, еңбек бермес байдың да шоқпай орны. Жас бала кемпір шал тентекпей, бір қысым сақта, тас болмас сенде оқ құрлы.